Сүт қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 500 грамм сиыр етінің фаршы, 1 стакан сүт, 150 грамм өсімдік майы, 1 тауық жұмыртқасы, 1,5 қызанақ, 2 дана пияз, 2 дана сәбіз, 1 ас қасық томат пастасы, 2 бөлік сарымсақ, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін дайындалған фаршқа пияз, жұмыртқа, 200 грамм сүт және тұз бен бұрыш дәміне қарай қосып, барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз фаршпен толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдысқа өсімдік майына жіңішкелеп туралған сәбізді, текшелеп туралған қызанақты салып, 2-3 минут бұқтырамыз. Томат пастасын қосып араластырамыз. Сонан соң дайын болған қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді орналастырамыз. Абайлап, жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап 5 минут күшті отта, әрі қарай 10 минут бәсең отта қақпағын жауып қайнатамыз. Сарымсақ салуды ұмытпаңыз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып ыдысқа салыңыз. Тағамды ақ желкен және черри қызанақтарымен әсемдеп, ыстық күйінде ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.